Осы тарихи оқиғалардың арасында ең маңыздысы Қазақстанда президенттік институт енгізіліп, ел тарихында қазақтың бағына туған тұлға Нұрсұлтан Әбішұлы Назарбаевтың алғаш рет президент болып сайлануы. Осы тарихи шешіміз Қазақстан Республикасының тұңғыш президенті елбасымыздың салиқалы саясаты, көп жылдық еңбегі арқасында қазіргі таңда еліміз жеткен жетістіктері мен табыстары елестеу мүмкін емес. Президент институты таңда әлемде болмаған осы көрмені қазақстандастарды жаңа деңгейге көтеруге Бұдан төменде тұрған Асатаяқ бұл халықаралық қазақ-түрік университеті ясауитындағы. 1998 жылы осы сәуір айының 29 мекен, 30 мекен сол кезде мен осы заказды алғам. Сөйтіп, егемендігіміз алғаннан кейін Астанамыз Алматыдан Ақмола қаласына ауысты. Сол кезде презентация болды Астананың. Біздің қолымыздан шыққан Асатаяқты президентіміз Нұрсұлтан Әбішевке осы күні ұсынды. Бұл Асатаяқтың авторы 3 адам. Мен, досым Берік Әлібай, Надырбек Жиренчиев деген 3 жігіт жасадық. Сондықтан осы қазақтың жүрегінен шыққан дүние, сол бар күшімді, бар жігерімді осыған салып, осындай дүние пайда болды.